сонша жыл тарихы бар күрес түрінде не бір олимпиада чемпионымыз жоқ, не бір әлем чемпионымыз жоқ. Дұға ашпайтын тесік жоқ, дұға ашпайтын есік жоқ. Өткенде мысалы РКС-тің дауылы болды, 10 айға созылып кетті. Не деген масқара, 50 жыл тарихы болған, жап-жас кесегі мұрынбоқтар мысалы. Біз адам баласы мысалы, мынандай бір мүмкіндік болса Аллахқа жалбырынып сұранайық, барайық, аттанайық, ертең өкінбейтін дейді. Есім бірден жинадым сол кезде. Есім бірден жинадым, ай өтірік айтып жатсың дедім, білмейді екенсің дедім ішімде. Бетім көке дедім, мен өз мүлкімді қорғап отқан жоқпын. Бір тиын пайдасы жоқ. Кеше ғана жұмысынан кетті, адам бетіне қарай алмайды ғой мына арқылы. Қашады мысалы, не керек? Таяқ керек. Енді еркін күрес, грек-рим күресі екеуі бір федерацияның туасында ғой. Иә. Енді әйелдер күресі бар ішінде. Әйелдер күресі, күш күрес. Грек-рим күресін енді әйелдер күресі кейін қосылды ғой. Иә. Грек-рим күресінде олимпиада чемпионы бар, әлем чемпионы бар. Енді барша жанкүйерлер толғандыратын мәселе осы еркін күресте неге сонша жыл тарихы бар күрес түрінде не бір олимпиада чемпионымыз жоқ, не бір әлем чемпионымыз жоқ. Сіз өз ойыңыз қандай осы? Енді мен ойым, енді мәселе біз біреуден бір кемшілігіміз бар деп айта алмаймын. Міндетті түрде біз дарынды балаларымыз көп, өте көп. Енді Алла бұйырса келешекте болады деп ешқандай емес, күмәнім жоқ оған. Бірақ оған тезірек жету үшін оны әрине осы нелерді жұмыстарды атқару керек, көптеген жұмыс. Жаңа нелеге шығу керек. Заманның талабына сай, мысалы көптеген, мысалы Америка құрама штаттарына балалар біраз барды көрді. Қандай жағдайда да олар жаттығу жасайды. Соны мысалы не дейді? Үйренде жирен дей ма, не дейді? Сондай бір нелер, жақсы сөздер бар ғой, сонда көріңдер, жақсы несін алыңдар, тәжірибе алыңдар. Мысалы, талай дамыған елдерге барады, мысалы, палуандар, жаттықтырушылар барады. Одан кейін министрлік басқарып отқан кісілер барады. Оны жасау керек қой, көру керек, жасау керек. Мысалы, қазір жаңадан бірдеме тауып ізденуге қажет емес, солардың барды тәжірибе алмас. Алып келді, осыны бізге жасау, осындай жағдайды жасау керек. Міндетті түрде. Одан кейін сосын психология тұрғыда да психология біздің кезімізде сондай болды. Енді Ресей палуандары мысалы, олар жоғары биік неде болды. Өйткені айтып отырмын ғой. Кейін кезде айтып отырмын, бейнені көріп отырмын мысалы, ана Белоглаз, Хадарстар, Хабеловтар ұтылып жатқандар. Оны білмейміз ол кезде. Олар біз үшін олар ешкім ұтылмайды мысалы. Былай қарап отырсаң, қарапайым Американ құрама командасының палуан шығады да, олар ұтып алады. Не жоқ қой, интернет жоқ. Иә, жоқ. Қазір бар, қазір міне көрсету керек. Дәл мен өйткені оны аламда, зерттеп аламда, мысалы жас жаттықтырушыларға, палуандарға жіберіп, міне қараңыздар, біздің кезімізде мынау деген адам аңыз. Бұның қасына келу дейтін, бұның қасынан өту деген біз үшін қандай не болады дейді. Бұған астынан жоғары қарайтын едік. Сөйтсек, ол кезде бізге сөйтіп құйып салған миымызға. Бұлар мүлде ұтылмайды. Белоглаз ұтылмайды, Хадарс ұтылмайды, Фадзаев ұтылмайды. Сөйтсек анан 89-90 жылдар ашып қарасаң, шетінен ұтылып жатыр ғой, Америка құрама штатының палуандарына ұтылып жатыр. Солар бәрін алдында зерттеймін, қараймын, жинайым, жіберемін жас жаттықтырушыларға, палуандарға жіберемін. Міне қараңыздар bizim кезде. Қазір заманын айта алмадыр. Садулаев бар, солар. Неге ұтылады? Ол да адам баласы, ұтылады ол. Міндетті түрде ұтылады. Егер жақсылап тұрған кілтін тапсаң, жақсылап тұрып тактикасын қойсаң, міндетті түрде жасау болады. Сондықтан психология тұрғыда да жұмыс қатты жасау керек. Психология тұрғыдан міндетті түрде жасау керек оны. Содан кейін енді бағана айтып отырмын ғой, заманның талабына сай көптеген нелер, технологиялар бар, олар енгізу керек. Әйтпесе бізде қалай жарыстың кезінде мысалы министрлер шіреніп алып келеді. Не болды? Медаль қашан болады? Неге ұтылып жатсыңдар деп сұрайды. Ей, көке, жарысқа бір жыл қалған кезде келіп сұрамайсың ба? Не керек екен? Жарыс болып жатқан кезде келеді, неге медаль жоқ, неге ұтыласыңдар деп сұрайды. Қаржысын жақсылап тұрып бөліңдер. Ол қаржы жету үшін бірталай нелер өтеді, ол іріктеуден өтеді. Соны қарастырыңдар. Әйтпесе бізде бәрі мәз келеді, медаль қайда, медаль жоқ, қалады адам орнынан алып тастайды. Оған ол сіздер бөлінген қаржы оған жетті ма, жеткен жоқ, оны кім зерттеп жатыр оны? Мысалы талай көріп жатырмын. Келеді несіне марапаттау несіне салтанатына қатысады, келеді, бәрі керемет күшті. Жарайды, 4 алтын алдық. Келесі жолы енді Құдай сақтасын, енді ондай болмаса сұрақтар туындайды ғой. Неге ана жақта Азия бірінші 4 алтын алдар, мына жақта мысалы біреу ме, екеу ме, үшеу ме, әлде одан артып түсе ме, кім біледі. Сондай жұмыстар қайда, жұмыс арттыру. Өйткені бізде мен сізге айтайын. Көптеген енді мен қоғам жұмыс көп не жүремін. Мысалы кейбір дауылдар болды, мысалы білесіздер өздеріңіз. Сол кезде талай бір сол былайша айтқанда шенеуніктердің бір бюрократия дейді ме, сол қатты сіңіп кеткен, дамып кеткен ғой. Мысалы адамдар байқайсыз ба, ерекшелігі бар адам. Мысалы қызмет атқарса басқаша болып кетеді. Жоғары таңлау аспан кетіп қалады, сөйлегісіз келмейді. Жап-жас кесегі мұрынбоқтар мысалы, былайша айтқанда, шын айтқанда. Кеше ғана жұмысынан кетті,
адам бетіне қарай алмайды ғой олар қашады мысалы. Бұл не деген масқара? Сол жұмысқа мысалы спорттың айналымын айтып отырмын мен, басқасын айтпай ақ қояйын. Оны спорттың айналымында жүрген кісілерді айтамын. Кеше ғана жүрген жап-жас бала едің ғой сен, мұрынбоқ. Біздің жеткізгенімізде қайта оның шетіне несіне иісін біліп алсашы. Бізде де бұл мен өткенде мысалы РКС-тің дауылы болды. 10 айға созылып кетті. Не деген масқара? 50 жыл тарихы болған. Қаншама олимпиада бағана атап кеткен. Қанша олимпиада чемпиондар, жүлдегер, әлем чемпиондар шыққан сол жақта. Соның қабырғасына мен айтамын, оның қабырғасына сол несін, сол рух сіңіп кеткен негізі. Басқа мектепте ондай жоқ, ондай рухқа жету үшін ол 50 жыл, ең құрмағанда 50 жыл өмір сүру керек ол мектеп, дұрыс па? Біз келген кезде айтып отырмын, бізбен мысалы ол кезде Сеул олимпиадасына келіп, Дәулет Тұрухановтар кездесу жасатты бізге. Мысалы, несін жарыста болған нелерін айтты. Яровенко мен есімде келіп, біздің тамақхананың ішінде, столовыйда кездесу болды. Қандай керемет кездесу. Медалін беріп, бәріміз сол медальді ұстап қалдық, бәріміз медальдарын. Қазір ондай жоқ. Қазір бір бастық болып алса болды, шеніп алады. Сенімен сөйлеуге мұршасы жоқ оның. Ал керек болса. Қаншама министрге мысалы, қазір несі, қазір ол отставка кетіп қалды. Жарты жыл бойы не бізге жауабын қайтара алмайды. Не қоңырау шалу не жоқ, мүмкіндік жоқ. Алмайды. Жазамыз. Неде, ғаламторда, әлеуметтік желіде жазамыз. Мен сол кезде айтамын, кездесуде айттым, мынау Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы неге дейін қызметінен қалай кірісті? Мен сол кезде мәслихат депутат болып жүрмін. Сол кезде жиналса есімде ме? Барлық шенеуніктер, мысалы, ауыл әкімдері болса, сол неде, ғаламторда, әлеуметтік желіде өз парақшаларын міндетті түрде салыңдар деген. Өйткені әрбір адам сіздерге ұсынысы бар, несі бар, сол міндетті түрде ресми түрде қарастырыңдар деген. Соны айтқаныңызда басын жоғары. Соны алдын айтады, мен сен неге жауап бермейсің десем, мен әрбір неге жауап беруім керек пе? Мен айтамын, мен сенің алдында, мен сен әрбір адаммын сонда. Сен Қазақстанның еркін күресінің тарихын сыйласашы, сен тарихын білмейді екенсің сен. Мен күміс жүлдегермін дедім. Министрге? Иә. Мен күміс жүлдегермін. Мен сондай бір нем бар ғой, мен мүмкіндігім бар ғой, сізге бір сұрақ қояды, мен сізге претензия қылып тұрған жоқпын. Мен тыңдайтындай, мен бір ауыз сөзін тыңдайтындай бір жақсы бір кеңес айтатын шығармын мен. Неге сондай нелерің жоқ жағдайда? Аспайсыз. Не деген масқара ма? Вот міне спорттың проблемасы осы. Біреу тыңдайды да содан біреу құлағына құйып қойған спорттың мынандай. Сөйтсем оның құйып қойған проблема кім айтқанды біліп отыр. Мен оны кім айтқанды, сіз оның несінен біліп қойсың. Адам стилистикасы болады ғой, сөйлеген мысалы. Ізі болады да. Әркім мысалы жазған кезде де біліп қоясың ғой, кім жел қаяқтан соққанын. Иә, қаяқтан соққанын айтып мен білемін дедім да. Кім айтқан сіздерге? Оның бәрі болмайды дедім. Мен айттым, мен сізге бір айтатын кеңесім дейді, мынау елдің көшені қайталап айтпаңыздар мынау. Спортты кәсіби түрде білмейтініңізді дәлелдейсіз деймін. Айтпаңыз дедім. Мен қазір айтып отырмын мысалы. Сондай бір не болды, сондайға дейін бардық. Не деген масқара, сізге жарты жыл бойы жауап бермейсіздер. Содан кейін мен мысалы немде парақшамда бар ғой мысалы. Сондай бір мәлімет келіп түскенде бітті, енді ешқандай не жоқ. Тығырыққа тірелдік, ешқандай мәселе шешілмейді, бітті. Анау РКС Үрімбұтақтың бәрі кетті, жойылады деді. Мектептің балаларын таратып жіберді, лицензиясын тоқтатып тастады. Содан кейін неде сол недің нелері адамдар айтады, қазірдің қызық дейді мыналар. Қазір адамдар лицензия ала алмай жүр дейді мектепке. Мыналар болса өздері өз еркімен келіп табыстайды дейді. Лицензия не деген масқара бұл? 21-ші ғасырда мектеп жабу деген. Сондай тарихы болған. Жалпы сол дау неден туындады? Дау туғанда сол кезде басталғаны сол мектепті жоямыз, соның ішінде жаттығу Қажымұқан атындағы мектепті жоямыз. Енді басында солай болды. Мен мысалы 86 жыл келіп емтихан тапсырып түскен кезде Қажымұқан атындағы спорт мектебі болатын. Керемет. Сол мектептің несіне арқасында 3 жыл оқыдым. Алған білім, тәлім, тәрбие сол мектептің арқасында осы өмірде және спортта жетістіктерім сол жерде қойылған. Неге десеңіз, керемет дүние. Ол жерде мысалы бұлар неге оны жоққа шығарды? Олар сөйтсе бүйтеді екен. Токиода жетістіктеріміз жоқ, Олимпиада ойындарында, сол мектеп кінәлі екен. Мектеп өз несін орындап жатыр. Мысалы қазір жасөспірімдер арасында Олимпиада ойындары бар, әлем чемпионаттары бар, Азия шығып жатыр балалар. Өз нелерін жасап жатыр. Ары қарай қайда? Кемшілік сезімдерден өздерінен. Мысалы қысқа мерзім уақытта келеді да, ол ертең мысалы білмейді ол қанша 5 жыл жұмыс істей ма, 1 жыл жұмыс істей ма? Сол не дейді? Атың шықпаса жер өрте демекші. Сөйтіп олар деді да кіріседі. Не істеп не қойғандарын білмейді өздері кәсіби түрде.
мысалы дәлелдеп, мысалы айтып тұрмын заманның талабына сай дәлелдеп, мысалы қызық айтайын. Сол кезде мен жасағанда парақшамда жазылып тұр, қазір кіріп оқысаңыз да болады. Мысалы жасап, сіздер айтып жатқан проблемалар басқаша шешуге болады дедім. Бәрін жазып бердім. Құрама команда еркін күрестен, мысалы грек-рим, сол біздің спорт түрлеріне қалай жасақталу керек екенін бәрін түсіндіріп жазып бердім. Қазір сондай келіп жатыр. Мен 1-ден 6-лыққа дейін айттым құрама команда жасақталу керек. Олар 1-ден 8-ге кетіп қалыпты. Қазір сондай болады екен. Естіген шығарсың, ақпарат шықты ғой жақын арада. Соның бәрін дәлелдеп жазып берген мен министрге. Міне осы жолын ұстандар, осын жасау керек. Міндетті түрде келіп отыр соған. Қазір мына жақын арада осы ақпарат шықты сондай. Балалардың несін мектепті бұзбаңдар. Бірінші олар колледжде мектепті бұзбақшы болды. Бірақ біз шу көтеріп едік, олар бізді алдап сұлдап жуып шайып жіберіп колледжді қоятын болдық дейді. Бірақ дені дұрыс адам ойланса ойлайды ғой, мысалы колледжге кім барады? Мектеп бітірген адам барады, дұрыс па? Егер мектеп жабылса, анау колледждің 1-2 жылда өзі-ақ жабылады. Болды ма? Сонымен нүкте қойылды деген сөз. Қажымұқан атында мынау мектеп, колледж ізімен жоқ сол кезде. Сөйтіп бізді алдап сұлдап біраз тынышталайын деді да, соның мектепті жоямыз, колледжді қоямыз, біз онда не берген жоқпыз, соңына дейін бардық. Лицензиясын айтып бағана айттым, лицензиясын тоқтатты, мектепті жойды, балаларды таратты, мысалы Қаркен Ахмет сосын шаңыраққа таратты бұлар. Бөліп тастады. Сондықтан сол кезде мен айтамын, сендер логистика дейтін болады. Сол кезде мына жақта оқып, мысалы балалар ана жақта тұрады екен, сол жақтан келіп осына жаттығу жасайды екен, мысалы. О не керек? Жолда 1-2 сағат кептеліске тұрады. Ол 2 сағат адам демалу керек па, асын ішу керек па, әлде сабағын тағы да бір оқу керек па, бірдеме. Ол спортқа деген әрбір секунд сайын минутын санайсың ғой сен. Мысалы оқу жаттығу барысында, мысалы таңғы жаттығу жасадың, келдің, жуындың, шайының, барып таңғы асын іштің, тікелей ешқайда тоқтамай жүгіріп барып бөлмеге жүгіресің ғой, ұйықтау керек. Жаттығудан 1 сағат тынығып алу керек. Міндетті түрде әрбір жаттығудан кейін. Бұлар болса 2 сағат, 3 сағат кептелісте тұрады, мысалы. Басқаша оларға қысымшылық, соны басымдылық жасаған айтпай қояйын, көптеген мысалы. Талай естідік, талай адамдар шықты маған, мысалы. Бейтім, көке дедім. Мен өз мүлкімді қорғап отқан жоқпын. 1 тиын пайдасы жоқ. Маған, мысалы, пайдасы жоқ деген оны енді ана қара сөздің несі ғой, мағынасы, мысалы. Талай араласып жүрген кісілерді айтады, сен неге араласа бересің, неге осы айқай-шу кірісе бересің дейді. Мен өзім үшін кіріп жатқаным. Саған не пайда дейді о жақта. Көке, мен қандай пайда болу керек дедім. Ол мектептің түлегім мен. Сол мектептің арқасынан мен осы өстім, өндім, мысалға. Мысалы, халық бізге қарап тұр, сендер енді әрбір жерде барған жерде батырсыңдар дейді. Батыр деген атаққа лайықты болу керек қой, мысалы. Аталар кәдімгі еңіреп, шырлап жүр ана. Барып солардың қастарына тұрдық, мысалы 20-25 ыстықта тұрдық, алдына тұрдық. Ал керек болса. Ертең халықтың несіне де шығу керек қой, көңіне шығу керек, мысалы. Сен батыр не қылса, сен оған лайықты болсаң, ертең ұмытады кетеді, сен дұрыс па? Қазір әрбір заманның, әрбір дәуірдің несі өз нелері болады, мысалы. Сол жерде атқара алмасаң, егер өз-өзіңе үлкен жауапкершілік ала алмасаң, мысалы бір атақты даңқты спортшыға бәрі өткеннен кейін сұрақ қоямын ғой, сен неге араласпадың десем, бізге жоғары жақтан айтып қойды дейді да. Бізге де айтты ғой дедім, бізге де айтты мысалы. Оны айтты деген оны көне беру керек қой, мысалы. Сол президенттің әкімшілігінен айтты. Енді айтамын, ол адам баласы ғой, мысалға. Ол мысалы халықтың, мысалы былайша айтқанда құлдары болады. Олар жұмыс істеп, халыққа жұмыс атқару керек болады. Дұрыс па? Бұл жерде биліктің басшысы не емес, олар емес, халық. Оларға сондай мүмкіндік беріп жатқан. Ол мен мысалы шыдаймай кетіп sonra айтқан кездерім болды. Көке, отырсашы, тыңдасашы. Бұл әкеңнен қалған жұмыс емес. Бүгін барсың, ертең жоқсың дедім, мысалы. Сөздің несі. Әйтпесе анау тыңдағысы келмейді, сөйлегісі келмейді. Қаншама ата-аналар айтатындар бар, нелер бар, соның талаптары бар, мысалы, оларды орындау керек. Міндетті түрде орындайсыңдар. Орындамасыңдар, онда басқаша әңгіме. Ары қарай жалғастырамыз деп. Құдайға шүкір, енді аман-есен оралды. Мысалы біздің мәжіліс депутаттары қолдады, жақсы қолдады. Сосын үкімет басшысы қолдады бізді. Олар қолдамағанда мүлде қиын болушы еді. Бір күнде бітірді, 12 қаңтар күні шешім қабылданды. 1 ақпанда балалар келіп нелерінде сабағын оқыды. Мысалы, мектепте. Қазір Құдайға шүкір, балалар сабағына барады, жаттығуына барады, жатақханасына барады. Бірақ ішінде де атқарылатын жұмыстар көп, сөйтсем соншама көп деген жылдар жинала берген ғой, проблема деген көп.
оның ішінен шығып оны да зерттеп оны да қоймау керек, оны мысалы біраз неден алып бағу керек. Сондықтан бізде проблема көп. Ол мен ондайға үйреніп қалғам кезінде, мысалы 2015-те ма, мысалы ипподромды жоямыз деген. Сол кезде шырылдап жүріп. Алматы қаласында. Иә, ипподром. Онда не бизнес не жасаймыз деді, әлеуметтік жағдай үйлер саламыз дедім ба, келісіп қойған. Келісіп қойған. Ол кезде 2015-те. Сіз ол кезде мәслихат депутатысыз? Жоқ, 2016-тан бастадық қой. Сол себеп болды ау деймін депутат болуыма. Сол кезде мен шырылдап жүрген әкімге шықтым. Мысалы сол кезде талай жігіттер айтады маған: "Ей, анау кісіге барып біреуді айтады, бөк айтты ғой, бітті, ипподром кетті" дедім. Мен бүкіл пенде ғой дедім. Біз адам баласымыз жоқ. Мынандай бір мүмкіндік болса Аллахқа жалбарынып сұранайық, барайық, аттанайық, ертең өкінбейтіндей. Ай жоқ, бітті, аттарын жинады да кетті, бәрі бытырап. Сосын біраз жігіттер айттым да, жігіттер маған қолыма мынандай бір құжаттар жайнап берді, қол салып беріңдер, мысалы әкімшілікке сөйлесіп қойдым. Бардым. Ол кезде мен иығым қайттан кетті да, мансап аяқталғаннан кейін, ол 2015-те неге отауға, неге Германияға ұшу керек болды, сол жерге келісіп қойдым. Жұманың алдында болды есімде. Апарып барып кездестім. Анау айтты таң ата кетті. Сөйтсем әкімшілікте сағат 6-7-лерде келіп алады екен олар. Сөйтсем біз көрмейді екенбіз олар күн түні сол жақта. Депутат болғаннан кейін талай нәрсені көрдім. Мысалы мен өзім көңіл толмай жүрдім, мысалы ойлап жүргенмін, бұлар не істеп жүр, не бітір, сөйтсем олар шынында да күн түні сол жақта шықпайды. Бардым, кездестім, құжаттарды бердім. Ол жұма күні болды. Жұма намазға барып шығыпсам, қоңырау келіп тұр, қарап қойсам, болды, ипподром мәселесі шешілді. Әкім ипподром болу керек деп айтты дейді. Бірақ осы күннен асырып алсақ, сенбі күні нақты осы қорытынды не жиналысы болу керек, сол кезде ипподром кетеді екен. Біз сол үлгергеніміз жұма күні бар, сол кезде Ахметжан Есім сол кісі қолдады бізді. Сол кезде қолдады. Сол кезде ипподром тағдыры сол кезде шешілді 2015-те. Содан кейін ары жүріп, бері жүріп, сондай бір не шықты, туындады, сондай депутат болу мәслихатқа. Өйткені көрді ғой сондай нелер. Мүмкін адамдардың көрді. Мен қазір ойлаймын, сен неге сондай сұрақ қояды, неге осы мәжіліске бармайсың, неге? Мен тек қана менің ойым емес ол жақта бару. Бұл жерде деген адам деген бұл қалай айтсам болады, ақылдаса отырып, мысалы, жасалатын жұмыс қой негізі. Ол жерге бірден сен парғым келеді деп бара бермейсің ол жаққа. Сенді өткізбейді мысалға. Сондай. Сондықтан осы ондай неге үйреніп қалғанбыз текетіреске. Сондықтан өзім үшін емес, қоғам үшін енді ол дүниеге алып кететін нәрсе емес қой ол. Мысалы РКС-те тұрады, ипподромда тұрады, басқа нелерде тұрады. Мысалға адам деген, мен ойлаймын, адам деген адам баласы бізде енді соншама тәуелсіздік алғаннан бері қанша 30 жылдан асты, иә? 30 жыл болып тұр. Адам деген қазір барлық мүмкіндік бар. Сен ой пікіріңді айту үшін сені білмеймін, бір жерін кесіп алмайтын шығар енді. Қызметте кетесің ғой. Кетсе кетсін, бірақ шындықты айт, кетсін. Сен айтасың, сенің ізіңнен келген адам айтады, тағы біреу айтады, бітті сонымен. Біздікі әйтеуір қалай? Маған тиіспес екен, орысша айтқанда маяхатас краю деген. Көбісіне мысалға жұмыстан айырылып қаламын дейді. Ей, көке, мен жүрмін ғой, міне 50 жастан астым. Мемлекет жұмыста бір күнде істеген жоқпын мен. Мысалы, бір жыл неде құрама командада бас бапкер болдым, болды, содан кеттім. Құдайға шүкір, барға шүкір, жоққа тәуір деп жүрміз ғой, мысалға. Өліп қалмайсың ғой. Алла тағала сенің бойыңа берген. Мысалы, кез келген мысалы жетістіктер бар, мысалы біреу президент болды, біреу министр болды, біреу олимпиада чемпион болды. Оның Алла тағала мейірімдігі саған. Ерекшелігің сен басқа адамдар әлемдегі планета тұрған соншама миллиардтаған адамның арасында Алла тағала сені олимпиада чемпионы қылды, дұрыс па? Сен министр болдың, президент болдың. Ол ерекшелік. Ол саған жүктелген, ол үшін сен ол дүниеде жауап бересің, мысалы. Ол дәлелдеп тұрған. Алла тағаланың мейірімі дейсіз. Иә, Алла тағаланың мейірімі, бірақ сен ол үшін жауап бересің. Неге қолданбадың, неге көмектеспедің, мысалы. Бар ғой. Бар. Ол анық. Сондықтан талай өз жолдас жора, туыстардан талай сөз естідік. Не болады, сенбейтін, тіпті сенбейтін адамдар күліп қоятын адам жоқ, не істеп жүр, артынан сөздерін естіп жүрдің ғой. Неге жетеді, көреміз не болады қазір. Қашан тыртыңдайды ме? Иә. Ал болғаннан кейін үн-түн жоқ, сөйлеу мұршалар жоқ. Сондықтан сол кезде әрине тығырыққа тірек, бірақ бізде қалай Алла тағала мойнымызға сондай бір не берген, мұсылман адамның, мұсылманның несі бір ерекшелігі,
ол құлшылық. Одан кейін бізді қазіргі енді көптеген нелер болады, мысалы мұсылманның қару жарағы не? Ол дұғада дейді. Мұхаммед Алидің несі пресс-конференциясы көрдіңіз ба? Егер көрсеңіз оны білесіздер. Мысалы форуммен төбелесейін деп жатқан кезде журналистер айтқан екен, Мұхаммед Али не бар? Несінен құлшылығынан басқа не намаз? Несі бар, басқасы не бар? Не көрсетеді ол? Форумге не? Керісінше не қояды деген кезде, соны естіп Мұхаммед Али не деді? Ей ақмақ деді, ана. Ей ақмақ деді. Мен намазымды қылып Аллаға дұға жасасам дейді, форуммен тұрмақ тауда құлайды деген. Ал керек болса. Көрдіңіз бе? Дұға ашпайтын тесік жоқ дейді, дұға ашпайтын есік жоқ дейді. Мысалы, жақсылап тұрып жалбарынып тілесең, мысалы, мына жерде талай тығырыққа тірелдік. Болды, болмайды деген. Бірақ соңына дейін болды. Мысалы, ата-аналарға көптеген рахмет. Жаттықтырушылар бар. Сол мектепте бүкіл ұжымына да үлкен рахмет. Солардың арқасында болды. Бәрі таймай, жолынан таймай, бәрі соңына дейін болып, сол жеңіске дейін жетіп тұр бәрі. Қазір жемісін көріп отыр бәрі. Өте тамаша, бәрекелді. Иә. Жалпы енді көпшілік сұрап жатыр, осы Ислам Байрамов еркін күресті көтеруге неге атсалыспайды, неге келмейді? Бас бапкер болып сіз қай жылдар болдыңыз? Мен бір-ақ жыл болды. 2 жылдай болдым деймін. 2007-де келдім, 2009-да кеттім. Неге кетіп қалдыңыз? Нәтижеңіз төмен болды ма? Жоқ, нәтижеміз бәрі ойдағыдай болды. Ол кезде енді Олимпиада жүлде алып келдік, 2 жүлде алып келдік, әлем чемпионатынан жүлде алды. Қандай мақсат қойды, соның бәрін орындадық. Бірақ арасында бір нелер, енді спорттың қыр-сырлары бар, енді оны айта берсеңдер, өтіп кеткен дүниелер бәрі. Оның несі қалды. Содан кейін шын айтса, бір мынандай қазақ жақсы сөз бар ғой, не дейді? Битке өкпелеп, тоныңды өртеме деп, сондай кішкене мен битке өкпелеп, кішкене алыстатып кеттім күрестен. Шын айтса, барғым да келмеді, көргім де келмеді, шын айтса. Соншама көңілім қалғаны, сондай болды сондай кездері. Бірақ айналып келгенде, соның өзін бәрібір қарайсың, зерттейсің. Ішінде сол өз мектебінен шыққан түлектер болғаннан кейін міндетті түрде қатысасың. Оларға кішкене қастандық жасалды, білесіздер оның бәрін. Біраз қастандық жасалды. Содан кейін қайттан бастадым, сондай тікелей эфир жүргіздім Олимпиада ойындарынан, Лондоннан жерде басталды. Орысша, қазақша. Одан кейін Рионы жүргіздім, одан кейін Токио, 3 Олимпиаданы жүргіздім. Содан кейін Астанада болған әлем чемпионатын өткіздім. Сол кезде бүкіл проблемаларды айттым. Айтқанда енді мәнерлеп айтасың ғой, біреу жамандап, тоқтап, бір несін түсіріп айтпайсың ғой. Шынында да кемшіліктер айтасың, оларға ұнамайды екен соны. Ұнамаса айтыңдар, керісінше айтыңдар. Жауаптарын қайтарыңдар. Біреу қайтармайды жауабын. Мысалға, солай ғой. Мысалы, сайысқа тең-бетең, мысалы, ислам осылай айтты. Онымен сен келіспейсің, шықты айтсашы енді, мысалы. Дұрыс па? Кім кедергі? Кім кедергі? Иә, мен айтқан нелерім исламдікі дұрыс емес деп келіп оны жойсашы, мысалы, жоятын. Соншама жыл қаншама айттым, біреу айтқан жоқ, шыққан жоқ, мысалға. Қаншама интервью бердім. Айттым кемшіліктерді осылай. Бірақ солардың бұлар айтады екен, талқылайды екен, жиналады екен, соны не үшін айтты, кімді елестіп айтты екен мынаны деп. Бірақ бұл жерде енді нақты айтып тұрды ғой, өзімді айтып тұрған жоқпын. Мысалы, проблемаларды қалай шешу жолдарын айтып отырдым, мысалы. Жоқ, оны тыңдамайды. Керісінше, мысалы, отырып тұрған баланы оны несін балтамен шабады, жарыстан былайша айтқанда басқасын алып кетеді. Сондай мен келіспеушім болды. Айттым, ашық айттым, алаңға шықтым, интервью бердім. Мысалы біздің теледидарда журналистер көптеген бәрі қолдады мені, мысалы кез келген бәрі. Сол біраз неге дейін болды, мысалы мәселелер шешіп кеткен кездері де болды. Мысалы бала әлем чемпионатына барды. Келесі жыл бірақ Олимпиада ойындарының алдында алдап кетті, мысалы алдап кетті. Соны қаншама, сөйтсем мен былайша санап отырсам қаншама 12 жыл кетіпті сол осы федерациямен алысып, жұлысып, пікірімді айтам деп, жеткізем деп адам сияқты түсінбейді. Содан біз осы 2020-да, 2021-де көрдіңіз өзіңіз. Олимпиада ойындары, енді оның Олимпиада 20-шы жылы өту керек болды, бірақ ана індет пайда болды, 21-ші жыл болды. Содан кейін бізде елімізде біраз өзгерістер басталды. Мен соған шақырды, трансформация спорта дейтін сондай бір ұжым шықты, соған мені шақырды. Біріншісі маған хабарласады, менің пікірімді сұрайды, мен дырылдатып айтып беремін. Ол айтады, сен қағазға жазып бер дейді. Қайта қағаз, мынау кім деймін деп қоя салдым. Біраздан қайттан звондайды анау кісі. Осы қайттан дырылдатып айтып беремін. Ей, саған сен қағаз жазып берші. Қандай қағаз керексің?
не істейсіңдер оны жазып берсе дейді. Ол кәдімгі жоғары жаққа баратын құжат дейді. Солай ма дедім, солай. Отырдым да біраз оқытып, басына мынандай қылып жазып бердім. Оның ішінде не бар? Ал қысық болсын айтайын. Өмірбақи спортшылардың несі, төлемі. Сол кезде жасалған нәрсе. Оны да жаздым. Бірақ мен ол жерге Ресей Федерациясын мысалға келтірдім, Түркияны мысалға келтірдім. Одан кейін Ресейдегі Дағыстан елінің несін келтірдім. Өйткені ол спортшылары көптеген несі, мысалы оны жаттықтырушы, спортшы өзі әлем чемпионы, өзі өмірбақи алады екен соны, төлемақысын. Соны жаздым, бірақ тек қана олимпиада ол құжат бойы өтті. Содан кейін талай жиналыста болды, мысалы Алматыда жиналыс болды, сол кезде анау кісі тұрып айтты. Бәрі тұрып сөйлейді ғой, мынаны жасау керек, спортта ананы жасау керек, сол айтты. Мен сізге бәріңіздер айтамын ғой, осы құжатқа жазыңдар, жіберіңдер. Осы күнге сендер айтайын, тек қана Ислам Байрамуков осы құжатты жасап бізге жіберді. Соның көптеген нелері қозғаған проблемалар, ол қазір қорытынды құжатқа, мысалы, жоғарыға кетеді дейді. Спортта көптеген өзгерістер болу керек. Осы мәселені айтты. Одан кейін оның несі де былай алып қарайтын болсақ, несі бар, хронологиясы бар. Ол кірді, жоғары кірді, бәрі қаншама бетте болғандан құжатты білемін мен, қанша бетте болған. Өтті кетті, мысалы үкімет басшысына, мәжіліс парламентіне тікелей не берілген екен, тапсырма. Осы мәселені жасаңдар деп. Сосын оның құжаттары бар, нелер бар, бірден неге шыққан, бүкіл ақпарат құралдарына шыққан бәрін. Содан кейін ең қызықтың бәрі, мен сол кезде енді сонша қуанышымызда шек жоқ. Соны парақшама лейін дедім да, ілмей қойдым. Қойшы, болсыншы бірінші, болсыншы дедім да. Біраздан уақыттан шықсам, мен жасадым деген адамдар шықты ғой, неден. Менде дәлелдер бар, ол құжат менде бар. Зейнетақы ғой. Олимпиада чемпионы, Олимпиада жүлдегері, Олимпиада спорт түрлері бойынша әлем чемпионы және бапкерлер. Бапкерлер. Солар ғұмырлық зейнетақы бар. Иә, оның қазіргі заманда 345 мың теңге. Оның алдында қанша? 75 мың теңге алып жүрдік. 345 мың теңге, құдайға шүкір, қазіргі енді. Мен жасадым дегендер сонда көбейіп кеткен ба? Көбейіп кетті. Тіпті қарсы шыққандар да болды содан. Менмін деген жігіттер. Қарсы шықты сол кезде. Мен айтамын, көке дедім. Сен өзің спортшы емессің, нағыз соны негізі сен қорғау керексің. Жоқ, біз қазіргі заманда ондай қалай айтады? Тунеядцы будем плодить дейді ма, орысшасын айтады. Сонда мен мынау қалай дедім мен сонда. Бірінші сен сөйлеуің керексің ғой спортшыларға. Сондай бір бар ол. Сондай әңгіме болды. Өткенде айттым мен оны. Бірақ атын айтпай ақ қояйын, керек емес. Сондай әңгіме болды. Мен айтамын, керісінше оны қолдау керек қой, мысалы, еңбек қой, үлкен еңбек қой. Қазір мен сізге айтайын проблема, талай спортшылар мысалы қалтасына тиын тұрмақ, мысалы, бензин, үйге нені алатындары жоқ дедім. Ондай атақты бапкерлерді иә дедім. Көріп жатырмыз ғой. Сен соны ойламайсың. Неге мысалға нені келтіреді? Нені кім еді? Монголияның президенті ол. Палуан ғой. Ол $5,000. Керісінше ол $5,000 төлейді. Монголия $5,000 төлейді сондай. Ал не болды дейді. Керемет дүние дедім. Шіркін бізде $5,000 болса қандай болар еді дедім. Өйткені жүрген жүрісіңе емін-еркін жүресің ғой сен мысалы. Көбісі біздің спортшылар мен білем дедім. Жаттықтырушылар білем. Қалтасында көк тиын жоқ деді кейбір кезде. Тамақ алатын, азық түлік алатын несі жоқ дедім. Баласына памперс алып беретін ақшасы жоқ дедім. Бензин құятын ақшасы жоқ дедім. Не деп тұрсың дедім. Ал керек болса. Бар. Оның алдында айтып кету керек, оның алдында бұлар депутаттық сондай бір не сауал жасаған екен. Бірақ ол қалып кеткен. Нағыз осы басталғаны осы құжат, мен есімде құжат дайындаған құжат бар. Мысалы, оны дәлелдеп беретін кісілер бар, құжат дайындаған адамдар бар, кіргізген адамдар бар, мысалы. Бәрі біледі. Бәрі күледі, жиналған кезде күлеміз біз соған. Біз жасадық дейді. Жарайды, осылар жасадық, осылар атып қойсыншы дедік сол. Жарайды, қоя салдық. Сондай дүниелер көп бізде. Бізде керісінше осы спорттың несіне, осы министрдің көлі өңкесінде жүреміз деген таласан адамдар көп. Сондықтан алады да, мысалы, мынандай проблемасы, РКС-ның проблемасын айтты, мысалы, ипподром проблемасы бар, тағы басқа проблемасы, федерацияның проблемасы болды, бізде соған келеміз қазір. Сөйтіп, басқа жолға алып кетеді олар. Шуламаңдар, Байрамовқа не ілесесіңдер, ол шулайды, бүйтеді, сөйтеді, жақсылық алып бармайды. Сондай сөздер айтқан ғой ата-аналарына. Оған жақындамаңдар, Ислам Байрамовқа. Ол шулатады. Тез жығады. Иә. Оның нәтижесі болмайды. Оданша бізде тыңдаңдар, олар қалай істеткісі? Сендер шағым түсіресіңдер, әлде қағаз құжат жібересіңдер, оны 1 ай күтесің, 2 ай күтесің. Сөйтіп
не дейді 10 жылдан кейін не дейді анау есек өле ма не өле ма дегенде сондай не бар ғой, сондай бір уақыт сондайға келтіреді да олар. Сондықтан ондай өмірде көп онда не федерацияға сондай мәжбүр болдық, федерацияға таласуға 2020-да. Өзі болған жағдайлар білесіздер. Үлкен ағаларымызда қандай не жасады олар, мысалы қастандық жасады. Сол кезде енді басында жүріп, иә мен тікелей айта аламын, мен бастадым оны. Әркімге звондап айтып, үлкен кісіге де звондап айттым, көке дедім, анау ұят емес пе, бірдеме жасайық дедім. Ұят болады деп, сізге мынандай жасап жатса қалғандарға не істейді бар? Дұрыс па? Оның ертең көлеңкесінде бара алмайды ешкім. Қазір біз оларға не көрсетпесек, өзіміздің бірлігімізді көрсетпесек, ертең бұлар біздің спорт, мысалы спорттағы енді қолда саусақпен санап беруге болады ғой олимпиада жетістіктері, дұрыс па? Олардың ешқайсысы не қылмайды, менсінбейді. Егер олардың қастарына барып, оларға жалтақтап жүрмесең, сен өз пікіріңе олар бала айта алмайды. Солай бастадық. 1,5 айдың ішінде әйтеуір өзгерістер болды ғой. Федерация өзгерді. Енді қазір нәтижесін көріп отырмыз. Енді бар. Азия біріншілігі 4 алтын ол деген соның несі жетістігі деп ойлаймын. Міндетті түрде. Өйткені енді спорттың енді проблемалары, енді федерацияның проблемалары көп енді мысалға көптеген біз пікір таласы болды, мысалы қай неге қай маманды қоямыз деген сондай не болды, ұсыныстар. Мен жасаған ұсыныстар бәрін орындап берді ол кісі. Мысалы Ниязбек Дәулетті неге жасөспірімде қояйық деген кезде біраз не талқыладық, ол мәселені талқыладық. Иә деді, онда иә қояйық деді. Одан кейін Мадияр бар, құрамыз. Онда ол біраз кейбір мәселелер қаралыстырмай қалды, өтті әттеген-ай, бірақ көбінесе сондай бір мәселелер қаралыстырды, осы іске асты, ол адамдар қазір жұмыс істеп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бара-бар енді көш түзеледі дейді ғой, сондықтан енді бізде тәжірибеміз жақсы, мол, енді егемендік алған, тәуелсіздік алғаннан бастап енді көптеген жетістіктеріміз, сіз маған айтып отырсыз ғой, грек-римде олимпиада чемпионы бар, әлем чемпиондары бар. Енді ол жақсы. Бізде де болады, Алла бұйырса. Кезінде бір репортаж жүргізсем, мына қырғыз палуандар арып түсіп жатыр, керемет болып жатыр, керемет өнер. Ал міне Азия чемпионатына біздің топ жарып жатыр балалар, мысалға. Ол да жақсы ғой. Бізге де күн туып жатыр енді. Кезінде бізде мысалы жетістіктер болса, олар түк естілмейтін, мысалы қырғыздан палуандар. Қазір енді олар сондай неге жетістікке келіп отыр енді. Бір ретімен келеді да. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, міне 4 Азия чемпионшылық арасында тарихта болмаған. Оған дейін 3 Азия чемпионы болған. 2005-те. Иә. Екеуміз репортаж жүріп жатқан сөзді көріп отыр. Тағы бір рет болған, ұмытып тұрмын қазір. Жаңа менде статистика бар. Иә. 2 рет болыпты, 3 реттен. Осылар 4 алды. Қытай қаласында тағы да. Келесі жылда 3 чемпион болған. Керемет қуанып отырмыз дейсіз. Бірақ өзіңіз жаңа айттыңыз, қуырдақтың көкесін түйе сойғанды көреміз. Иә. Осы сол 4 жігіттің арасынан сіз олимпиадада той салатын азаматты көріп тұрсыз ба? Енді мынандай не бар да, олимпиада ойындарына болжам салу деген ол өте не жұмыста. Ойламаған жерден біреу шығып кетуі мүмкін ол жерде. Олимпиада ол ерекше жарыс. Әлем чемпионаты, сен 5 дүркін әлем чемпионы болып кел, мысалы Алиевті алып көресің, даңқты палуан, Дағыстан палуаны. 5 дүркін әлем чемпионы. Олимпиада топ жара алмады, мысалы. Ондай көп. Валентин Йорданов. Йорданов қаншама жүріп, иә. 7 рет әлем чемпионы. Соңғысы Атлантада топ жарды. Бабы келмейді. Не дейді? Бапшабама дейді. Сондықтан ол несі көп. Әрине, мысалы қазіргі балалардан енді 4-інде де мүмкіндік бар, бірақ енді Сақаев ол 79-ға олимпиада салмақ түспейді. Әлде оны 74-ке негізі оған 74-ке ыңғайлы болады түсуге. 86 ауырлау болады. Мысалы, Дәулетбеков нағыз бабында келіп тұр. Дәлелде отыр. Негізі қазір нағыз піскен уақыт. Нағыз бүкіл несі бір неге келіп тұр да. Одан кейін 70 келіге салмақ, ол да олимпиадаға түспейді екен. Ол азиялық ойындарында олар топ жару, олар не жоғары салмақ көту керек, не төмен салмақ, 65-ке әлде 74-ке көру керек. Ауыр салмақта өте дарынды палуанымыз бар, бірақ өткенде көңіл толмады оншынасы, аяқ алысына көрдім ба мен шынын. Юсуп Батырмырзаевтың. Ұнамады тактикасы. Тактикасы да, жүрісі де несі де мүлде ұнамады. Үйтіп күрескенше адам өзін қинамай, жай жүру, күресті қоя салу керек негізі. Күрескеден айтып отырмын мен, мысалы Америка құрама штаттан шетелдік палуандар қарасаң, кілемнің бұрышына келіп тұрса, бұл шығып тұрады ғой анау. Атылайын деп тұрады. Мысалы тактика сондай болу. Шығу керек та бірінші секундтан бастап адам жұмыс істеу керек кілемде. Әлде жүріп, сен тиме, мен тиме, соңғы бір 20 секунд бір әдіс жаса. Түк жамай
бір әдіс жасамай бірден өлі есебінен ұтылды ма? Бір әдіс жасамай, бір әрекет жасамай бірден өлі есебінен. Ал кішкентай ғана әрекет жасаған не болушы еді ма? Бірден жасауға болатын еді ғой. Болады. Өйткені біз баяғыда үйретеді солай. Шықтың ба, күрес. Бітті, күрес. Тек мына алдыға күресу керек. Ұмтылу керек. Бірақ соның тактикасын түсінбедім мен. Сосын жаттықтырушым Бәкемен де кездесіп сөйлестім. Ол да енді іш күйіп пісіп жатыр да. Мынау балаға не болды деп. Бірақ сонда да енді ол әлі де кеш емес, әлі уақыт бар. Оның міндеттері енді мен былайша айтқанда оған не керек? Таяқ керек болды. Басқа мен білмеймін не керек екенін. Таяқ деген енді не мәнерлеп айтқаным ғой, мәнерлеп таяқ деген оны жақсап тұрып оны жауапкершілікке тарту керек. Сөйлесу керек, отырып сөйлесу керек. Саған не жетіспейді мынау? Ішіңде бір айта алмай жүрген бір сырың бар ма сенің? Не бар, бір проблемаң бар ма? Кішкентай кезден қалып кеткен бір проблема бар шығар. Сол әсерін білдіріп жатқан шығар. Сол психолог керек мысалы. Психолог болмаса мысалы олар бәрі енді бәрі құлшылық жасайды, Алла тағала намаз оқиды. Ол ең жақсы психология сол деп ойлаймын мен қазіргі заманда. Қазіргі заманда мысалы бүкіл ғаламторда, мысалы теледидардан анау психолог, керемет психолог, мынау психолог. Негізі психологтардың нелерінің көбісі сене беруге болмайды олар мысалы. Көбісін зерттеймін мен, тыңдаймын. Кейбір кезде мысалы біздің көзқарасымен сәйкес келмейді. Керісінше олар отбасы нелерін бұзады. Көбінесе психологтар. Мысалы, әйел адамнан не дейді? Сен еркекпен теңбе-теңсің. Сен неге оны мысалы еңбек етуің керексің, неге оның тамағын дайындау керексің, неге кірін жууың керексің сен, неге баласына қарауың керексің дейді ол. Түсіндің? Сөйтіп бұзады. Сосын мен психологтан бір қате жіберіп қойсам, мысалы психологтан үлкен әсерін білдіреді. Мысалы мен олимпиада жартылай финалда бір психологпен келіп, Дәкең бір психолог алып келді басқа құрамаға. Сол келді маған шақсылап тұрып енді барын айтып жатыр, жақсы. Енді адам өзің дайын болмасаң, сен жүздеген психолог алып келді, сен ештеңе істей алмайсың, дұрыс па? Сондықтан бәрі жақсы, оны қабылдадым, неттік, шықтық, жеңіп шықтым. Одан кейін финалға келді, ол кісі қайттан келді. Мен сізге айтайын. Мен тыңдап отырмын, көзім жұмып тыңдап, енді өзім ішімде нені планды қойып отырмын ғой, қандай әдіс жасайтынын қойып қойғанмын. Соның несіне елестеп, ары қарай отырсам бір кезде сен мынандай, сен мықтысың, сен күштісің, бір қателік жіберіп қойды, айтып қойды. Статистика жағынан бәрін біліп тұрмын ғой мен. Бір қателік жібергенде мен бүйттім ғой, есім жинадым. Ай, өтірік айтып жатсың дедім, ішімнен. Қандай қателік? Айта алмаймын оны. Ол бір қате айтып қойды. Есім бірден жинадым сол кезде. Есім бірден жинадым, ай, өтірік айтып жатсың дедім. Білмейді екенсің дедім ішімнен. Бірақ ол бір секунд қой, секунд. Сол психологтан есім жинадым, бірден жинадым. Көрдіңіз бе? Психолог деген барлық жағынан зерттеп тұрып айту керек. Сол бір қателік жіберіп қойды. Қарсыласымда сол туралы айтып отыр да маған. Ол мынандай бір кезде бір қателік кетіп қойды. Ай, өтірік дедім. Болды. Сонымен есім жинадым. Сенбей қойдым. Болды, рахмет дедім мысалы. Көрдіңіз бе? Бірақ оны ешқандай не қылған жоқ. Иә дедім да, тыныш өз немен жолым кеттім. Араға боз кілемге шығу керек болды мына жақтан. Сондықтан өмірде қызық нәрселер көп. Сол балаға сондай психология тұрғыда, өйткені мен сізге айтайын, мынау көптеген жеңілістерде, көптеген проблемаларда қоғамда, мысалы спортта болсын, қоғамда болсын, ол отбасынан кішкентай кезден тәрбие қандай көрді, не көрді өмірде, сол проблема болып қалады. Оның бәрін оны зерттеу керек, оны сөйлесу керек. Сөйлесіп отырып біліп болуға болады адам мысалы қазір заманда. Енді қазірге осы жасқа келіп сондай тәжірибеге жеткенім шығар. Көптеген енді адам енді қазір информация көп. Оқисың, қарайсың, зерттейсің, салыстырасың. Сондықтан соның бәрі проблемасы кішкентай кезден қалып кетеді екен. Сізге айтайын. Сосын адам өзіне сенбеушілік бар. Мысалы кезде отбасында мынандай бар. Баласы бірден ой, сенен не шығады деген әңгіме. Ол қалып кетеді. Қалады. Ой, сенен түк шықпайды, сен деген анау елдің баласы анау жетістік сен өйтуге болмайды. Керісінше енді тек қана не дейді? Жақсы сөз паровозды итереді деген бір жақсы сөз бар ғой. Жылы сөз паровозды итереді дейді. Жылы су паровозды итереді дейді. Сондықтан тек қана жақсылықпен мәнерлеп, жақсылап тұрып не қылса, кейбір кезде мысалы Кеңес одағынан не қалып кеткен, өйткені анау 35 жыл көрмедік деген әріптесіміз келді, бірге оқыдық, бір неде сыныпта оқыдық. Ол баяғы бастады, ол Кеңес одағы кезден бізді былай тәрбиеледі, ұрып тәрбиеледі. Не жақсылық көрдің дедім. Ол не дедім? Оны көрген сен барасың келесі нелеге сен көрсетесің дедім. Ол кетіп жалғаса береді дедім. Адамды бірдеме жеткізу үшін оны ұру керек пе дедім, тоқпақтау керек пе, әлде несін абыройын сүру керек пе дедім. Жақсылап тұрып басынан сипап тұрып, мысалы шайын бер, суын бер, айт, жеткіз, түсіндір.
адам баласы сана сезім берді ғой, түсінбесе одан кейін енді басқа әрекет жасау. Бірақ міндетті түрде мысалы жаттықтырушылар бар, ұру керек, сабау керек деген әңгіме, мен мүлде келіспеймін онда. Ол нағыз адамның мысалы жеңімпаз болатын психологияны құртады ол негізі. Мысалы бір не ұлттар бар ғой, олар да өз-өзінен бір артық санайды да, енді ол енді кемшілік ол, бірақ ол қате. Бірақ олардың сол балаларын сөйтіп тәрбиелейді екен. Сен мықтысың, сен ең ақылдысың, сондайсың, мындайсың деп. Тек қана жақсы немен үйретеді да. Біз соны қолдану керек. Бізде мысалы Америка құрама штатының несі палуандары. Жеңсе де жеңілмесе де көңіл күй көтеріңкі. Ең мықты олар, ең мықты әлемдегі елден біз келіп отырмыз, біз мықтымыз деп жүрген жүрістер жарыстан кейін күліп ойнап жүре береді. Бізде ұтылдың ба, бітті, анау тренерлердің көзіне ең құрмағанда бір апта бір ай көрінбеуің керексің ғой сен. Қаршылық. Мысалы, менде сондай болды, кішкентайдан қалыптасып кеткен баласы. Біз тренер әбден жауапкершілікке тартқан, отырсаң сен андайсың, мынандайсың. Айтпағандар жоқ, мысалы, бар ондай жаттықтырушылар. Құдайға шүкір, мен өзім жеке бақ бергенмін, ондай болған жоқ. Ол мәнерлеп, жақсылап тұрып, әзіл сөзбен сөйтіп келтіреді. Ал сол кезде біз айтамын, мен мысалы жарыста ұтылып қалдың ба? Жарысқа көру емес, барың өзі қиын болады. Бармай қойдым. Нөмірімнен шықпай қойдым, жатып аламын, бармайын. Сондай кездер де болды. Ұят. Бүкіл анау жанкүйерлер саған қарап тұрған сияқты, сондай бір не жүктенесің да. Ол деген сен өзің жейсің ғой, ішіңнен жейсің. Керек емес нәрселер. Өте соны маңызды нәрсе. Әсіресе мысалы мен кішкентай балалармен де немен біраз жұмыс істедім мен, өйткені өз балам соны маған арнап группалар ашып солармен жұмыс істеген болдым. Көптеген психология түсіне келсін. Отбасында қандай жағдайда жүргенін бәрін біліп қоясың балаларыңыз. Қандай тәрбие көріп жатқанын бәрін көресің. Сондықтан солай айтатын әңгіме көп, бірақ уақыт аз. Ал сонымен Ислам Ильясұлы, осы эфирге келгеніңізге көп рахмет. Еркін күрес туралы да, адам психологиясы туралы да, басқа да мәселені кеңінен қозғадық. Қоғамда болып жатқан проблемаларды әрқашан да осы көзқарасыңызды айтпаңыз. Осы өзіңіз айтып отырсыз, батыр мінезіңіз қалсын. Сізге көп рахмет келгеніңізге. Сізге көп рахмет шақырғаныңыз үшін. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері, Азия чемпионы, Азия ойындарының қола жүлдегері Ислам Байрамуков. Біздің берген бағдарлама ұнаса, лайк басыңыздар, көріңіздер, пікір білдіріңіздер. Әрқашан да осы жақсы күндер жолығайық.